Амансыз ба? Әлі сізге айлы оқушыларым ноғай тілде грамматикасында түрлі айлылардың үлгісін көрсетпеге сүйемін. Қарайық, мен сізге яздым елемік деген сөзді, ветерок елемік. Басты біз ашамыз фонетикалық скобканы. Қайтып біз естеміз, соны біз ішіне yazамыз. Сіз көресіз, же әріптер фонетикалық скобкада болып yazылды. Не үшін? Не десе біз сөйлеген заманда елемік деп, елемік екінші буында, бірінші буында біз қосақ сес естеміз, екіншіде біз естеміз сесін. Соншында бізде әріпке көре сестің саны көп болады. Енді айырайық әрбір әріпті. Же сесі екі жиман еді бізге береді. Соншында біз әрбірсін айырым көрсетпе айырма келеміз. Й тартық, яңырауық, қосақсыз. Бізде тартықлар болады қосақлы, ем қосақсыз. Берді Ж тартық, яңырауық, ем қосақсыз болады. Же бұл бізде созық. Созықлар болады қаты, ем жұмсақ. Берді бұл сөзде бізде жұмсақ. Ем ұрғысыз. Болады ұрғылы, ем ұрғысыз сөзді көреді. Сөзде оның жеріне көреді. Л бұл бізде тартық, яңырауық, қосақсыз. Же созық, жұмсақ, ұрғысыз. М тартық, яңырауық, звонкийді, яңырауық білесізді, сағыр де глухие. Яңырауық, қосақсыз. Елемік, созық, жұмсақ, ұрғылы. Не үшін ұрғылы? Елемік деп айтамыз. Ұрғы, елеміктен сөзде, мен сізге көрсетейін, елемік деп үге түседі. Үшінші елемік, үшінші буынға ұрғы түседі. Соншында біз үді язамыз ұрғылы деп. Ударный, ұрғысыз, безударный. К тартық, сағыр, қосақлы. К, Г қосақлы, парный да. Енді асын сызамызды біз көрсетпей керекпіз. Бияқты мен елемік үш буынды бар. Үш буын бар да бұл сөзді. Енді асын сызамызды санаймыздың неші әріп бар екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мен яздым 6 әріпті. Әріп буква, 6 буква бар. Енді скобканың ішінде сесті санаймыз балалар. Мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сес. Көрдіңіз бе? Бір сеске артық. Соның үшін неге десе, же бізде екі сесті береді. Үш тартық барында. Л, М, К. Үш созық бар. Үш созық бар. Үш созық. Үш созық деп айтады. Үш созық деп айтады. Үш буын бар. Көрдіңіз бе? Аңламы ма, балалар? Фонетикалық айырымды біз сөйтіп етеміз. Енді біз сөз тізіміне айырайық сөздерді. Сөз тізіміне айырып. Мен бізге yazып үш сөз, әлі сіздің көзіңізше, мен бар сөз. Балапанларды де, птенецлер, балапан, птенчіклер. Бала деген сөз болады сөздің тамыры көрейін. Балапан. Міне көріңізді балалар, сөз ясауыш қосымша. Бала деген сөзден пан деген қосымша бізге яңы сөз ясады. Яңы сөз, бір сөзден яңы басқа сөзді ясады. Бала, ребенок, балапан, птенец. Көресіз бе? Балапан яңы сөз ясаса, мен дайында айтамын, үйдің төбесінде сызамызды. Балапан. Енді балапаны бірлік санда, балапанлар көплік санда. Ларды біз сызамыз. Мен айтатаған балаларға навестің төбесінде сызамызды. Әлгі навестерді бұлай дайымыз үйретілген. Навестің төбесінде ясауыш қосымша үйдің төбесінде дейді. Лар көплік санды білдіретаған, лар лер болады. Ендігі сөз байлауыш қосымша. Окончание бір сөзді басқа сөзбен байлаймыз да, балапанларды өлтірмеге ярамайды. Ұядан түскен балапанларды мен асырған алып ұясына салдым балапанларды. Сөз байлауыш қосымша, ведь сызлады орысша дейді, окончание. Часть слова без окончания – это основа дейміз, да, орыс тілде. Но айша сөздің сөз байлауышсыз кесегі болады сөздің түбі. Бір сызық бар, біз оны сызамыз.
Көрдіңіз бе балалар, біз сөз тізіміне разбор по составу слова сөз тізіміне айырамыз. Тағы да мен сізге яздым, баушыларға, балалар баушыларға ярдам етпеге бардылар. Баушы садовник, баушылар садовники. Бау сөздің тамыры, сат деген сөзді. А егер біз баушы десек, сат деген сөзден біз садовник деп яңы сөз ясадық. Ш сөз ясауыш болды. Егер біз бір сөзде екінші яңы сөзді ясасақ, ол болады сөз ясауыш қосымша. Сөйлеуде етеміз, баушылар көптілік санды білдіреді. Сөз түрлендіргіш қосымша. Біз берде ясамаймыз, тек біз бірлік саннан көптілік санға түрлендіреміз. Соның шында оғайтыды, оға сөз түрлендіргіш қосымша дейді. Ға сөз байлауыш қосымша окончание. Сөздің сөз байлауышыз кеседі, болады сөздің түбі. Основа, түп, основа. Шөллікте ярасық шешекейлер өседілер. Шөлліктің көркін жоймай. Шөл, тамыры, шөллік сөз ясауыш қосымша, шөллікте сөз байлауыш, сөздің түбі шөллік. Көрдіңіз бе балалар? Қайтып біз сөз тізіміне сөздерді айырма керекпіз. Бек тыныш ноғай тілде сөздің тамыры, сөз ясауыш қосымша, сөз түрлендіргіш, сөз байлауыш, тартымды болады. Мысалы, мен мысығымды қарадым. Мен мысығым дегенде олады тартым қосымша. Балалар, енді мен сізден емачен айырылды, морфологиялық айырылды. Бұнда қысқа емады алдым. Сізге аңғамды осылып, yazdım birden suğuk yel esti. Bu ima haber imada. Bizde bir haber, sorav, tavsiye ima. Haber ima, kıska ima, kabatsız ima. Kabatsız. Boladın oğayıqda kabatlı ima, kabatsız ima. Енді қарайық. Имадан бастап табамыз негізін. Главные члены предложения. Негізін. Подлежащее предсказуемое. Жел. Подлежащее айтылған аттан. А делетті, есті, сказуеме, экспансамызда айтылған глаголның дел есті. Қайды келісті? Суық ел. Суық ел. Көресіз, бұл иманның ішіне біз сөз бірігуді айырып алса, суық ел деген. Ол біздің қайдай ойлаңыз, есімізге түсіреміз. Қайдай сөз бірігуді байланыс екен. Бұл суық ел. Тек мәнесіне көрі байланған. Бұл бізде болады янасу байланыс мәнесіне көрі. Есті қашан бірден вдруг деген сөзді. Бұл болады әл, обстоятельства. Енді балалар сосы емада біз ел деген сөзді морфологиялық айыру етейік. Алайық ел деген сөзді. Ел, начальная формасын табамыз. Бастапқы кебін. Бастапқы кебін оның ел. Атлар болады байыр, ортақ. Байыр собственный и нарицательный. Мұнда ел ортақ ат. Бас келістер, емада қолданған бас келістер. Бас келіс, именительный падеж. Бірлік сан, единственное число, бірлік санда. Емада ол болады подлежащее. Емадың бас мүшесі. Аңламлы ма балалар? Бек ару, бек яқшы, егер аңлан болсаңыз, тақтаны бек алдарам бесіге, енді мұнда сізге яздың буын деген сөз, көресіз ба? Буын, слоқлар буын. Ноғай тілді ашық, ябық буынлар болады. Міне буынға бөліп яздың месіген бірнеше сөздер. Бала, көресіз бе? Созықларға бітеді, екі буында. Кеме, екі önде де ашық, бұл сөздерде ашық буынлар. Открытый слой, да, ашық буынлар. А егер біз айтсақ, өт пек тартыққа бітсе де, бірінші буын тартыққа бітеді, екінші буында тартыққа бітеді. Мұнда бұл екі буында ябық буын деп айтады. Қармақ. Бұл сөзде де екі ябық буын бар. Пыслақ. А егер біз алсақ танапыс деген сөзді. Танапыс это перемена, да? Танапыс. Балалар, шаң соғылды. Танапысқа шығыңыз дейміз, да? Танапыс деген перемена. Та ашық буын, на ашық буын, пыс үшінші буын ябық болады. Егер
буын деген темада өткен заманда сіз ашық ем жабық буындарды білмеге керексіз. Қайсы ашық болады, қайсы жабық болады. Сау болыңыз, аңлағандырсыз деп сенемін.